Сәлем достар, біз бүгін медовый торт жасаймыз. Оған бізге жұмыртқа, сары май, қант, ұн, мед натуральный, разрыхлитель және кремния сары май мен сгущенка керек болады. Бірінші баяу отқа натуральный медімізді осылай салып аламыз, астын жай қылып қоямыз да. Сонымен медті баяу отта жайлап қыздырамыз ерітіп. Баяу отта осылай постоянно араластырып отыру керек. Асты жабысып қалмау керек. Және де отын аз қойыңыз обязательно. И осылай постоянно араластырып отырыңыз. Сосын үстінен осылай разрыхлительді кішкене қосасыздар да араластырасыздар. Сол кезде объемы көбейіп, мынау ағарып түседі. Одан кейін сары майымызды саламыз, жібіп еріп тұрған. Сосын араластырамыз, пока майымыз ерігенше, однородный масса шыққанша араластырып тұрасыздар. Содан кейін өшіріп, суытып қоясыздар. Содан кейін бөлек ыдысқа жұмыртқамызды жарамыз. Үстінен қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, однородный масса жасағаннан кейін, бағана суыған екінші смесімізді осылай үстінен құямыз. Бұны да жақсылап араластырып, сосын үстінен ұнды жайлап салып отырып, осылай араластырып отырып, однородный масса жасайсыздар. Комочек болмау керек, тегіс однородный масса шығу керек. Арасында осылай разрыхлительді қосып жіберсеңіздер болады. Немесе ұнмен бірге араластырып, бір масса қылып салсаңыздар да болады. Мен бұл жолы отдельно салдым осылай. Сосын жақсылап араластырамыз, бұны да однородный масса қылып. Осындай кішкене сұйықтау масса шығады бізде. Содан кейін пергамент қағазымызды жайып, үстінен кішкене май жағып жіберсеңіздер болады, чтобы жабыспас үшін. И үстіне жаңағы шыққан смесімізден саламыз қасықпен осылай. Мен екі бөлдім. Бірінші бөлік қылып осылай бір салып пісіріп алдым. Екінші бөлікті екінші бөлік қылып пісірдім. То есть массаны екі бөлікке бөлдім.
Коржымыз пісіп шыққаннан кейін осылай формаға келтіріп аласыздар. Мен осылай 4 бұрышты қылып істеуге шештім да, 4 бұрышты форма қылып кестім. Домалақ қылып істесеңіздер де болады. Қандай форма ұнайды, солай кесіп аласыздар. Осылай лишний корждарыңызды отдельно алып қаласыздар. Торттың бетіне әсемдеуге керек болады кейін. Мінекей видеода көріп тұрғандай жұмсақ үлпілдек болып піседі коржымыз. И былай қолыңызбен істеген кезде үгітіліп тұрады да. И осымен торттың бетін әдемілеп әсемдейсіздер кейін. Екінші коржымызды да дәл осылай кесіп аламыз. Содан кейін кремін дайындауға кірісеміз. Мінекей еріген майымызды үстінен сгущенкамызды саламыз. Жақсылап араластырып, бұны да однородный масса жасаймыз. Біркелкі болу керек. Содан кейін тортымызды жинаймыз. Мінекей мен 4 бұрышты формада жасадым. Сіздер қалаған формаларыңызда жасасаңыздар болады. Кремді үстіне салып, 2 бөлікке бөлдім кремді де. Мінекей жарты бөлікті осылай салдым. Осылай әдемілеп біркелкі қылып жағып шығасыздар. Екінші коржымызды осылай әдемілеп үстінен қоямыз. Содан кейін үстінен жаңағы кремімізді салып, әдемілеп жағып шығамыз. Содан кейін үстіне бағанағы ұнтақтарымызды, ұсақтарымызды әдемілеп осылай біркелкі қылып бетіне сеуіп шығамыз. Бетін толықтырып, жан-жағын, шеттерін, барлық жеріне однородный қылып салып, формасын келтіріп, холодильникке салып қоямыз. Холодильникте бір жарты сағаттай, 1 сағаттай тұрса, уже тортыңыз дайын болады. Шаймен іше берсеңіздер болады. Мінекей тортымыз дайын, үлпілдек, жұмсақ, әрі тез пісетін. Астарыңыз дәмді болсын. Осы рецептпен істеп, маған комментарий жазып, лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер.